Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. О, жоқ, зомби. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням. Бека қойсай, Бека, сен ғой. Мына қара, Жасмин, Беканы қара, зомби болып бізге прикол ұстамақшы, Жасмин. Бека қоя сал, пранк өтпейді уже. Ням-ням-ням. Ё-моё, тістеп алды Жасмин. Жатма, өль. О, шоқтан кейін. Мә, так, бергер. Оялы басты десе, о зомби неме. Бар, сені қамап қойын камераға. Так, мынаны жабайын. Ой, қайдасың? Жакс, кел, мен сені көтеріп алайын. Полицияға тез, құдай-ау, не болып кетті? Апай манту салмай қойсын? Жоқ, салу керек. Қорықпаңдар. Көмек, тез менің досыма. Мен аңғаранар. Полицей ауырған бірінші рет көрттім, достар. Полицей, менің досым ауырып қалды. Ұстаз, оқушыларыңыз мектепке алып кетіңіз. Мен бұл полицей тексерен шұғыл сияқты. Я, өтінем тез. Мұнда жатқызыңыз. Жатқыздым. Жүріңдер, балалар, біз мектепке бара тұрайық. Қарауға болмайды, балалар, сендерге айтам. Жарайды, апай. Жүріңдер, достар, кеттік, класстар. Так, апай, не болған? Көре тұрсақ бола ма? Жоқ деймін, айтқан сендер. Все, кеттік. Жүріңдер, кеттік. Полиция ағайдың келгені жақсы болды. Біз мантудан құтылдық. Сон айтам. Балалар, өтінем тиіспей қойныш. Мен соған деді ғой, мен соған. Көресің, сен деген бізге апайға жамандап бердің ғой, ұстап бердің ғой бізді, мен соған. Тиіспендерші, өтінем, тиіспендерші деп, енді айтпаймын апайға, білмей қалдым. Мен соған. Ай, басым. Ой, қаш, мынау туырымыз құлақ қалған ес. Кетік, қаш, бол, таста. Басым, көрсетемін сендерге. Мені ұрып жұққан қандай екен көрсетемін осыдан. Менің де бір күнім туады сендерге. Сонымен шұғыл жаңалықтар, мұқият болыңыздар. Біздің Брюхейвен қаласында кішкене шұғыл жаңалық, біздерде түсініксіз бір зомбиға ұқсас адамдар шабуыл жасап жатыр. Сондықтан үйден шықпаңыздар, терезелеріңізді. Мені тістеді ма? Не, зомби? Қашсын. Қашыңдар. Тістеп алдыш. Албасты жап-жасыл. Апай, мен шықпай қояйын тақтаға, өтінем, апай. Балалар, тақтаға шығамыз. Кім шығады? Апай, мен. Апай, жарайды, мен шыға салайыншы. 45-ті 5-ке көбейткенде. Көмек. Апай, кешкім olsun. Ой, сіз ғана қалыпсыз. Апайлардан өтінем, көмек етесінші. Анда түсініксіз бірдеңелер жүгіріп жүр. Не дейді? Не болды? Масқара. Балалар, шуламаңдар, мен қазір көріп келем, жарай ма? Шықпаңдар класстан. Жарайды, апай. Зомби! Достар, бізге зомби! Апайға көмек керек, баршы. Макс, барып көмектесіп қайтшы апайға. Я, алаңдамаңдар, қазір барам. Бізде зомби! Қашындар тез. Шығып кетті, ема. Макс апайға көрсек көмектесіп жатыр. Қыздар, жүріңдер. Өлә, барамыз ба? Бармаймыз ба? Не істейміз? Макс, молодец. Апайды көтеру керек. Апай, тұра аласыз ба? Тұра алатын сияқты. Ой, мені тістеп алды ғой деймін. Апай, тұрыңыз. Макс, көтеріп аш апайды. Апай, ештеңе етпейді, ұялмаңыз. Жүріңдер, тез қашайық, великке отырыңдар. Құрбылар, жүріңдер, класстар, великке отырамыз дейді апай. Жүріңдер. Айқайламадар, жан-жақтыңыздан. Ой. Қазір біртіндеп үйлеріңе қаласыңдар. Макс, сен бірінші түсе ғой, бара ғой. Апай, жарайды, сау болыңыздар. Мен кеттім. Жақсы, аман болыңдар. Апай, зомби, кәне. Макс, қаш тез, ойбай, Макс, қаш тез. Бұлай тұр. Мына мені киімнен ұстап алды. Құлатты. Апай, не істейміз? Қалуға болмайды, қашуымыз керек па? Оны тістеп алды, ол зомбиге айналады, қашайық. Макс, кел, тез. Күтейікші, апай, оны күтейікші, жарайды, күтейік. Макс, кел. Ана зомби бізге келеді қазір. Қайта теуіп құлатып, қашамыз, тез. Максты құтқара алмаймыз. Біздің қолымызда зомбиді ұратын ештеңе жоқ. Так, бәріңді үйлеріңе тасып тастауым керек. Жұқана, сен соңынан қайтасың. Мен соңынан қалдым. Мам, пап. Қызым, қатты алаңдадық, тез, үйге кіріңдер. Қызым, амансың ба? Аға, сен ше? Мен бағана келіп алғам. Кіріңдер, тез. Жаңалықты көрдіңдер ма? Қызым, естідік, масқара. Мынау деген... Қазір мен есікті ілдім.
мынау өте ойбай қорқынышты жағдай болып жатыр. Бір екеуінде не болып жатыр? Мам, апай мен біздің класстағы баланы зомби тістеп алды. Қазір мен есікті қатты құлтап қоятын не бар екен көрейін. Жарайды қызым, бұны ағаң екеумізге тапсыр. Мінекей біз істеп жатырмыз. Жақсы, ағашпен жауып тастаңдаршы, олар күші көп, стеклонды сындыруы мүмкін. Кинолардан көргем. Аспанды қара, мама. Масқара, қызым абайлаш. Аспан не болып баратыр? Жап, жасыл болған нес. Терезені жап. Аға, жаптым. Мә, аға сен, мен басым тұрдың ғой, аға. О, кешір, қарындасым, кешір. Есік дұрыстап жатырық. Жақсы. Мә, мама, не істейміз енді? Білмеймін, әйтеуір отбасымыз бәріміз аманбыз, соған қуанып тұрмын. Я, қорқам, мама, қорқам, менде прям паника болып жатыр. Болды. Пап, болды ма? Йо, мына жақты болдық. Так, все, пока қалаға тарамаған сияқты зомбилар. Мен қорқам, астын қарап келейінші. Так, достар, астында ешнәрсе жоқ па? Жаңағы ашық жерлеріміз жоқ екен астында бассейнде. Все, окей. Мама, не болды? Артқы есік бар, артқы есікті жабыңдар. Я, папа, ағам қайда? Аға, артқы есікті жабыңдар. Қазір. Так, аға, мына жақтағы артқы есік болды, ешкім жоқ қой, я? Пока ешкім жоқ. Так, неға, жауып жатыр екен ғой өздері. Уф, пап, ема. Қорқып қатты уайымдадым мен, зомбиға ұсталып қалам ба деп. Алаңдама, мама папаң барда алаңдама. Я, сендерсіз не істер едік біз, қабат деген-ай. Біздің бөлмелер таза мекен. Достар, бүгін бізде көргендерімдей, байқағандарымдай зомбидің историясы болады. Сондықтан видеоны до конца көріңдер. Так, мам, пап, не істейміз енді? Ақылдасайықшы, өтінем. Дальше қалай болады, не істейміз? Білмеймін, басым қатып кетті. Бүгінше демаламыз, балалар, бардар, бөлмелерге жатыңдар. Бүгін пока қала тыныш, бізде тыныш боламыз. Жарайды, мен кет қалдым бөлмеге. Папаның дауысын естідім. Так, мен жоғарыға жатайыншы, қызбын ғой, қыздар всегда жоғары орында болады, бірінші орында болады, сондықтан төбе менікі. Так, аға, светті өшірші. Йо, қарындасым, өшірдім, ұйықта. Ұйықтай алсам. Аға, қалай ұйықтадың? Ой, қатты ұйықтай алмадым. Мам, қалай ұйықтадыңдар? Ой, жақсы, қорқып тұрмыз. Сен ше? Жақсы, алаңдамаңдар, балалар, мен бармын, әкелерің бар, сендерді қорғайды, қолдайды. Мам, біздің қарнымыз ашты. Қараш, есімен таңып қалайын деп тұрмын. Ой, не істейміз? Мам, үйде продукты бітіп қалыпты. Үйде продукты бітті дейді папасы. Достар, үйде продукт бітіп қалса біз далаға шығуымыз керек қой. Енді кеше барып алғалы жатыр едік. Енді мынандай хабар естідік. Так, бәріміз магазинге барып алып қайтайық. Қолдарыңа пистолетті ұстаңдар, бәрің пистолетпен шығыңдар. Атуды білмесеңдер, өтірік атсаңдар, атылады, короче, бар ғой. Мамасы сен үлкен ұстазайшы, балалар ауыр ғомнан көтере алмайды. Я, дұрыс айтасың, папасы. Қалаға бірге шығамыз енді. Әке, есікті аша берейін бе? Тұра тұр, мен қазір камерадан қарайын. Так, алдында ешкім жоқ екен. Так, все, пап, шыға берсек болады. Үйде сыртымызда таза, зомбилар жоқ. Жақсы. Так, абайлаңдар. Бірден шыққанда менің машинама мініңдер, Я, ой, атпаңдар үйдің ішінде. Байқамай. Все, есікті аштым, кеттік. Тез, папа, машина түсір. Мынау кім? Деппін ғой. Мынау, жоқ, не, көршілер екен, пап, уайымдама. Көршілер екен, зомбилар жоқ екен. Так, машина түсіресің бе, папа? Қызым, өзіме тексеріп алайын. Так, мына жерге машина түсіреміз, кеттік, қыздар, достар, балалар. Так, мәссаған, мына қалаға не болған? Ема, наңғарандар. Қаланың тура ортасы. Ема, біз енді басып өттік анан. Ема, пап, жерде зомбилар жатыр. Абайлаңдар, тісте болмасын, түтін. Балалар, мынаң шу өртеніп жатыр ғой. Ешкім жоқ па? Балалар, шығыңдар. Так, қызым, сен шықшы. Мен өзім қарап шығам. Сен сыртта қарап тұр, жарай ма? Өртке тиіп кетерсіңдер, байқамай. Қызым, әкең дұрыс айтады. Жарайды, пап. Мәссаған, мына жер не болып кеткен? Ужас, достар, сендер көріп тұрсыңдар ма? Мына жер мүмкін емес қой, аяқ басатын жер жоқ. Ужас. Так, пистолетімді алып тұрмасам, папа, мамам аман есен шықса екен. Так, ешкім жоқ па? Сонда қалада зомбилар шабуыл жасағанда магазинді тонап кеткен ғой, Папа, мынаны қара. Кішкентай қызды зомби жеп жатыр, папа. Қызым, жолама. Абайла. Пап, мен зомбиді атайыншы. Саған жібер, кішкентай қыз. Папа, қаш. Барындар, қашындар, мен бұны өзім тоқтата тұрам, зомбиларды қашындар. Кеттік, тез. Саған, маманы қайсы газ, қайсы тормыз. Ой, үйтіп үйге келдік. Так, аға, мама, кіріңдер тез. Тез, болыңдар, мына жердегі ағашты кім алып тастаған, масқара.
Так, былай тұршы, аға болсайшы, есік жабам. Так, папамыз бір зомби жүр, анан қарандар. Тез терезеден жабамыз. Есімізді сезіп көрмеу керек бізді. Екінші қабатқа жүріңдер, тез. Артымыздан келіп қалған болуы мүмкін. Қызым, тоқтай тұршы. Қойбой, әкеңді қайтеміз. Папамыз қалып кетті. Аға, мен қорқам. Мам, ойымдамаңыздар. Қарындасым, ойымдама. Папаны табамыз деп мен сенімдімін. Папаны табатыныма. Мен барып қойтам. Бізді тастамашы, аға. Папаларың аман шығам екен. Неше зомби шабуыл жасады. Білмеймін, көріп үлгермей қалдым. Так, астына түсейінші. Так, біреу келіп тұр біздің үйге өйткені. Так, бұл кім? Мәссаған, зомбилар. Нау, полицей. Сап-сау екен. Папа, мама, есікті ашайын ба, кіргіземіз ба? Атысып жатыр. Көмек керек шығар, сау сияқты. Үйге кіргізіп көрейік. Мама, дұрыс айтады, кіргізіп көрейікші. Сау сияқты ат алады екен. Полицей, кір тез. Болдыр. Жап. Ема, полицей. Мынау бағана мектепке келген полицей ғой. Қаш. Былай тұр, қызым. Ойбай, сіздерге рахмет. Ашқаныңызға. Так, стоп. Қолыңызды көтеріңіз. Айналыңыз. Сізді тексеріп шығам. Айналыңыз. Мына зомбилар естің алдынан кетпейді. Так, ақырын айналыңызшы. Қолыңызды көтеріңіз енді. Қолтоғыңызда жара жоқ па? Жоқ екен. Все, тістемепті, мам. Мына полицей. Безопас. Мама, түрлері барған сайын қорқынышты. Мам, қорқам. Жүріңдерші, мына жаққа қарай тұрыңдаршы, не деген қорқынышты мыналар. Бізді көріп қойып кетпей тұр, естің алдынан. Көрдіңдер ма? Ужас. Так, мама келді, братишка келді. Так, полицей қыз, кел. Так, шериф па атыңыз? Полицейский. Біздің папамызды зомбилар қалдырып кеткен. Біз зомбидан папамызды құтқаруымыз керек. Папамыз аман қалғанын сенімдіміз, ол бізді тастамаймыз деп айтқан. Дұрыс айтады, қарындасым. Масқара, полицей. Папасын қалай құтқарамыз енді? Менің папам деппін ғой. Мен күйеуімді бағана бізді құтқарамыз деп зомбилармен өзі арпалысып қалып кеткен. Ханым, басынан бастап айтыңызшы, мен таң қалып тұрмын. Сіздерді құтқару үшін өзін мәссаған. Мамалар астыңғы этажда сөйлесіп жатыр, мен құрбымды қарайыншы. Құрбым қайда? Так, Мелиса, қайдасың? Үйден естілмейді дауысым. Так, есігінің алдында біреу бар ма? Есігінің алдында ешкім жоқ. Міне Мелиса. Мелиса? Мелиса, қаш! Ема! Мелисасын. Мынау біздің мұғалім ғой. Ема, достар. Мелиса, абайла. Астында апай, біздің апай зомби болып кетіпті. Мәссаған. Мелиса, үйіңе кіріп кетпесін. Абайла. Мәссаған, Мелиса неғып тұр? Секірмеш қасқа. Мәнен қарандар достар, полицей мен біздің апай. Так, Мелиса бізге бірдеңе деп жатыр. Так, мен алып кетші дейді. Мәссаған, Мелиса мен алып кет дейді. Так, мамаға айтуым керек. Оны ешкім тістемеген ғой деймін. Так, есігін алдында бір машина, 2 зомби. Так, үшеу. Біздің есіктің алдында да жүр. Мамаға және офицер апайға барып айтып келейін. Мам, тәте, сізді тәте десем бола ма? Менің құрбым аман сау екен, мен алып кетші деп тұр. Мама папасы зомби болып кеткен бе білмей тұрмын. Қараңдаршы, мына жерден көрінеді, мам. Жақсы. Так, ол қыз сау болса, оны мен алып келем. Так, мыналарды сіздер алдай тұрыңыздар. Сосын терезеден қарап тұрыңыздар. Егер бізді зомби тістеп алса, бізді кіргізбеңіз. Мәссаған, сіз сонда өзіңіз барып келесіз бе? Әрине, мен халыққа қызмет етуім керек. Осындай кезде мен қызмет етпесем, кім қызмет етеді? Так, терезені жап, қызым. Жаптым. Так, аналар кетсін онда, бері қарай тұрайық, келіңіздер. Достар, қарандар. Так, мына жерге тығылып жатайық, келіңдер. Тығылып жата тұрайық. Мама жат, тез. Аналар кетіп қалсын, мен камерадан қарайым. Так, тығылыңдар, терезеге жақын бармаңдар, только жарай ма? Так, ема, достар, жаман қорқып тұрғанымды қараңдар. Құрбымды қазір құтқарамыз. Так, камерадан қарайыншы. Оқтай, бізді көрмей қапты. Все, таза екен. Так, апай, милиция апай, сіз барып қайтасыз ба? Мен дайынмын, мен барып қайтам. Пистолеттерін алып, терезеден қарап тұрыңдар. Бізге тістеп алса, үйлерінің есігін ашпаңдар. Соған сәттілік, апай. Құрбым үшін милиция апай өзін. Құрбанын етіп атыры. Қарап тұрайық терезеден. Мам, кел, ашам.
иә қызым келдім. Так, қарап тұрайық, ал. Так, міне кетті. Давай. Кірді. Ашты. Қане Мелиса, болыңдар. Не қылып тұр екен мыналар, не сөйлесіп жатыр екен? Так, мама үйіне кіріп кетті. Үйінен керек заттарын алайын деп жатыр ма? Білмеймін қызым. Не шықты? Есікті аш тез. Аштың ба? Иә, мама ашық тұр, есікті бағана ашып қойдым. Кірді астына. Кетті, күтіп алайық тез, мам. Иә, қызым, жүр. Ема, құлтақ қойдым есікті. Мелиса, Мелиса, ема, зомбилар келді, как раз кепті. Мелиса, амансың ба, қалайсың, құрбым, жақсың ба? Сізге рахмет, Мелиса апай. Саған, қалайсың, мен жақсымын, рахмет. Қатты қорықтым, менің мама папам шығып кеткен, тамақ алып келеміз деп. Апай, есікті атпасаңшы. Білейін, олар қазір кіріп кетеді енді. Кетіңдер, тез, қашыңдар. Мам, жүр, артқы есіктен. Есік терезесін атып тастады ана Мелиса апай. Так, оның да басы істемейді. Так, кеттік, тез. Так, қашыңдар жан жаққа, тез. Менің нем қайда, гидроскутерім. Міне мен келдім. Так, мынау кім? Құрбымның үйі ме? Мынау қай үйді өзі? Так, уқтай, милиция бар ғой деймін, ішіне ішіне кіруге болады деймін. Так, үйде кім бар? Үйде ешкім жоқ. Так, мына үйдің есігін құлттай алмаймын. Мен құрбым үй ма? Қайқа кет қалдым мен өзі. Мамам жүр ғой. Ема, татымдар. Мам, мен мұндамын, мам. Мен шатастырып аппын, құрбым үйін алыппын ғой. Ей, полицей. Зомби ма әлде? Мен саған ойнау қисыға ұстап тұрмын ғой. Мама, кіріңдер, кір. Қызым, жүр тез. Кірдім. Ойбай, неқта біреу жүр. Ема, нағырында полицей ақылды. Басымен қадалып қалды, көрдіңдер ма? Мынау ақылды зомби ма? Неменен бәлі мен? Бұлай не өлмейді, не? Мен таскать ете береді сандаймен. Мама, кіріңдер, болды, все, кеттік, секір, оппана. Все, жап, есік жап. Ойбай, құрбым бар екен ғой. Жап есікті, құрбым, бол. Мелиса, бол. Ойбай, сен таза кетпіз ғой. Мелиса, не біздің атап өтіп отсыңдар ма, не? Я, мамам туған күн атап өтіп отқан едік. Қап. Келіңдер, давайте үстеріңе андай қалың киім киіп алыңдар. Мама, жыламаш, папаны табамыз. Барлығы жақсы, Мелиса апай, өтінем. Солар жыламаңдар, бізге мықты болу керек. Так, үстімізге ұзын жең киіп аламыз, достар. Қане бәрің тез ұзын жең, маска тағып алыңдар. Олар бізді тістеп алмау керек. Тістеп алса бірден өкінішті. Так, киін алайық. Мен осы масканы алам. Так, үстіме ұзын жеңдерін киіп алайын кішкене. Так, қолы жабықтарын киіп аламыз. Маскам дерзкий тұрға достар айтыңдаршы. Так, мынаны кие салайын. Так, бұтымызға не киеміз? Бұтымызға мынаны кие салайық. Все. Примерно нормально. Кім не киді? Молодцы, әдем киініп алыпсыңдар ғой. Все, так, мынаны қазір сақтап алайын мен. Так, мына жерден сақтап жазып алайын, иә, зомбидікі деп. Все, мен сақтап алдым, достар. Так, мамамды қара, мамам дерзкий. Ана біреу келіп кетті. Атынар. Ей, сен есігін жаппағансың ба не? Так, мынаны шығарып тастау керек, біреуімізді тістеп алмай тұрғанда. Тез шығарып таста. Я, қазір атыңдар. Так, ей, түс, мам. Сен емес, мынаны шығарып тастайын. Ну, не? Отырсайшы қасқа. Отырды, болды. Так, кеттім. Так. Атыңдар, меннен шығарам, давайте тез. Так, есікті ашшы, Мелиса. Қазір. Так, мен ат жермендіре. Екеуі жүр, атыңдар қазір. Аш есікті. Мелиса, ашсайшы, босайшылар көйіп кетті ғой. Мына азғақта жүр. Все. Атыңдар. Мынаны шығарып тастайын, тез. Ат. Біреу кетті. Екеуі кетті, давай, түс. Давай, қаштым, тез. Ема, достар, ема. Так, мынаны да шығарып тастау керек қой, Мыналар немене бір атқанға қатты. Мынаулар неше болып кетті. Абайлаңдар, жанына сендер тістеп алмасын. Мені зомбиларды. Қаш, кір. Білейін неге шықтыңдар, кіріңдер. Так, құлта. Біз мына жерде ұзақ қаламаймыз. Бұлар біздің үйде жаттап алды сенің Мелиса деппін ғой. Так, қорыққанымнан ше. Так, достар, біз мына жерде көп қаламаймыз. Қараңдаршы, туған күнін күшті атап өтіп жатыр екен ғой. Так, біз не істейміз? Жоғарға кеттік, жоғарға жүріңдер. Тез. Қашу керек. Так, не істейміз мына жерден? Так, мына жерде құпия жер бар ма мына жерде? Қызым, бұл үйде құпия жер жоқ. Достар, сендерге зомби история ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайктарымды басып, видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде тіркеліңдер. Окей, біз 60 000 оқырман болдық. Рахмет сендерге менімен бірге болғандарыңа. Дұршы, бәрінді жақсы көремін. Так, сонымен кеттік. Мама, не істейміз дальше? Так, мына жерден бөлінуіміз керек, біз дальше біз бірге жүре алмаймыз. Жарай ма? Иә. Так, артқы есігіңді аш. Мелиса, артқы есігіңді ашшы. Қазір. Кішкене шатасып кеттім. Ой, налар немене?
жандары кетпейтін қайтан келіп алыптын қара. Давай атыңдар, аш балконды, қашыңдар, жан жаққа қашыңдар. Сырт жақтағы аулада кездесеміз. Ема достар, мен мына жақта кездесеміз. Кеттік. Мәссаған, анау мен мамам жүгіріп кетқан. Мама келмесең көтеріп алам. Ата тұрында шаналарды. Кет қалды. Мама келмесең көтерем. Так, все. Мама біреу келді тағы да. Қаштық. Так. Аула жақтағыға жүріңдер, ауылға қыздар. Так, маманы сол жақтағыға барамыз ғой, Так, все, кеттік. Қыздар, жүріңдер, қыздар. Келесін ақылдасайық мұнда. Үйлерімізге уже кіретін входты тауып алыпты, прикиньте. Сондай ақылды болып тұр. Келіңдер мал қораға. Мал емес, біз бірақ тала тұрамыз енді, амал жоқ. Бұл жаққа келе қоймас. Так, мам, қыздар қайда? Қазір келетін шығар, дойча. Жарайды, мам. Папаны іздеп табамыз ғой, Інім қайда кетті екен? Екеуі де жоқ болып кетті. Қызым, әкеңді іздейм деп інің кетті. Інің бірақ қайда келмеді. Мам, давай, мам, может, біз қазір папаны іздегенше қазір ұйықтап алуға неге барайық? Қыздар, сендер келдіңдер ме? Қыздар, біз осы жерден мамамен бірге бөлек кетеміз. Сендер аман болыңдар. Мен де өзімнің коллегаларымды іздеуім керек. Мен мама папамды іздеймін. Жақсы, мам, олай болса кеттік. Сенің екінші үйіңе барайық. Қызым, дұрыс айтасың. Бізге басқа жаққа тығылу керек. Сау болыңдар, қыздар. Аман болыңдар. Кездесеміз деп ойлаймын. Біз де. Все, кеттік, мам, олай болса. Былай тұрыңдар, мен өтіп кетейін. Өздеріңе сақ болыңдар. Сендерді жақсы көремін, құрбым, абайла. Ал, жақсы, онда сәттілік бәріңе. Так, мамамды арқалап алдым, кетіп баратырмын. Ал, мамамыздың біз деген бай отбасыда өмір сүргенбіз деп қояды дейді. Мамамның өзінің екінші домы бар. Қазір мамамның екінші домына бара жатырмыз біз, достар. Так, ана қызы атқа мініп алды, жаңа ат жоқты. Өлі мама пистолетті шіри басына бүйтіп көзімен шұқып алмай шығарсың, масқара кішкене. Мынау қайтеді? Кішкене сөйтіп ұста. Масқара, так, зомби жоқ па? Тамай секіріп жүр біреу. Екі зомби. Қаштық, ат. Біреу қуат қазір артымыздан айтпесе. Так, давай, мама, ана жақта емес пе үйің, біз үйге келдік, достар. Мам, қарным ашып кетті, ұйқымда келіп баратыр, қатты шаршадық, біз бүгін тамақты да ішпедік. Так, екінші этажыңда не бар сенің? Үйің тап-таза ғой, қашан тазалап кеткенсің, мама? Бөлме көп қона үйде. Қызым, әкең сыйлаған үй ғой. Әжем, біздің дом көрінеді екен, мама, қара, анау біздің дом. Терезе жабық тұр екен. Әкеңнің машинасы да тұр. Машинаға жетуім керек еще мен деген. Мам, жүрш, бірдеңелер жей тұрайық. Бұл қызым, бұл үйде продукт жоқ қой. Қойш, бұл үйді жақында ғана алдық, продукты қоймадық. Блин, мам. Жүр, фрукты бар тұғын столдың үстінде. Соны жекші қатып кішкене. Қарымыза, кет. Кетіп қалды. Кетіп қалды. Мам, бүгін ұйықтап ертең іздеуге кірсек, қызым, әкеңді де, ағаңды да табамыз. Олар аман есен деп ойлаймын. Мен де, мам. Қызым, мен сені жақсы көрем. Мен де, қызым. Мені ешқашан тастамайсың ғой, мама? Жоға, қызым, алаңдама. Мен сені ешқашан тастамайым. Рахмет, мам. Мен сені қатты жақсы көрем. Папасы, қой, папасы, қой, қаш, қызым, қаш. Мам, қаш, екінші этажға. Папасы, мен қой бұл, папасы. Достар, мен папам зомби болып кетті. Саған, маман тістеп алды. Пистолетімді ұстап алайын, блин. Папам, мамам тістеп алды. Мамам бытшын шыға салды. База жоқ. Так, мам, қайда апаратсың папаны? Қызым, былай тұр. Мен оны ұйықтататын дәрі бере тұрдым, оған жата тұрады қазір. Түсті. Так, қызым, қаш, былай тұршы. Мам, не болып жатыр? Қызым, бергел. Мам, қорқытпашы мені. Қызым, қазір мен саған бірдеңе айтамын, бірақ сен қорықпа, жарай ма? Папам тұрып алды. Ол кішкене сөйтіп неғып тұрады, мен дәрі беріп жердім жаңа оған. Алаңдама, ол қазір есін жимайды. Мам, не болып жатыр? Мен қорқамын, айтшы маған. Қызым, мені папам тістеп алды. Не? Мені сен? Қызым, мен зомбиге айналам. Мама, мені тастамайшы. Сен қаш. Мам, бар дейм, тез. Астына түс, тез. Блин, папа, маманы тістеп алды. Ал інім қайда екен? Інім нес, ағам. Так, қазір папаң тұрады, мен де зомбиге айналам. Бізді мына жерге қамап кет, жарай ма? Мам,
бол, айтқан істе. Қызым, папаң маған тиіспейді, өйткені мен жартылай зомбиге айналып барам. Қаш, қызым, кет. Мам, сені жақсы көрем. Дейсің, зомбидің дауысы осындай ме? Өстеп қойсың. Зомбиді қайта мына жағынан балам. Қайта деп. Так, в общем, мам, папа ренжімеңдер. Мен сендерді қалдырып барам, өте өкінішті. Настроение носкиіме түсіп кетті. Так, енді мен не істеймін, достар? Не інім жоқ, ой, братаным жоқ, не папам жоқ, не мамам жоқ. Жалпадан жалғыз қалдым. Енді мен не істеймін? Зомбилардан қалай құтылам? Тұр, мынау кім? Сен бағандағы милиция қызсың ғой, милиция қыз. Иә, мен ғой, қалай аман қалдың? Мынау кімнің үйі? Менің мамамның үйі. Мына жерді ашы, тез, мен саған срочно бірдеңе айтуым керек. Кір. Блин, менің мамам, папам зомби. Енді мен тек ағамды іздеймін сонда. Қойш, рас па? Ал сіз таптыңыз ба? Жоқ, мен де іздеп жүрмін. Құламаңызшы, қорқам. Ал достар, біздің зомби история осымен аяқталды. Егер де история жалғасын десеңдер, осы видеоға 3000 лайк қойып кетіңдер. Сонда жалғасын түсіретін боламын. Сендермен бірге болған Жуканай. Всем пока-пока.